болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле қылған көңілге, армансыздар ұстаздарын қымбат. Армысыздар әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күнде өзінен бата алар. Ел дәстүрді мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой абай бабырай бабалар. Армысыздар өрт тұлғалы әкелер, құран құстай балапанын әпелер. Бүгін міне бастауышпен қоштасады, азамат болып кешегі сәби еркелер. Бауыржан жетістіктерің үшін. Бүгін күн осында отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп табалдырығын қуана аттаған ұл қыздарымыз ақыл ойлары толысып, оң мен солын танып, жақын мен жаманды айыра білуді үйренген шәкірттеріміз енді міне қанаттары қатайып, білімнің негізі болатын бастауыш сыныппен қоштасқалы отыр. Олай болса 4-ші сыныптың аттан балашақтан болашаққа атты мерекелік салтанатқа қош келдіңіздер. Сыныптағы балалардың барлығы өнерлі. Сынып оқушыларының жеткен жетістіктерін, алған білімдерін дәлелдейтін кез келді. Сол қуанышыңызға, ортақ болғандарыңызға мен де қуанып отырмын. Сахнада бос уақытында лезгинка және футболмен айналысатын, футболдан ПФЛ Юниор 2022-2023 жылғы қысқы чемпионатында ПФС Прайде команда құрамында бірінші орын иегері, ал Кавказ биінен калейдоскоп атты байқауында Қырғыз Республикасы Исыккүл облысындағы фестивальде командамен Солтүстік Кавказ Арлас Формейшн және әлем халықтарының биі номинациясында бірінші орын иегері, балалар би шығармашылығының жас таланттары республикалық фестивальде Кавказдық би Джигитовка атты Дух Кавказа Бахар мектебі ансамблімен бірінші орын иегері, Астана қаласындағы халықаралық Гүлнар фест байқауында Кавказури биімен бірінші орын, Джигитовка биімен гран-при иегері, халықаралық чемпионат Протансы Кейзен байқауында Дух Кавказа ансамблімен гран